Сәлеметсіз. Ішіңіз пісіп отыр. Ресторанский тамақ жегіңіз келді. Ресторанды үйге шақыра салуға болады, қыздар. Әп-сәтте 40 минуттың ішінде қазан кебаб с фримен вот такие қараңызшы үйге шақыра саласыз. Қызыма, ұлыма бөлек-бөлек салып, 40 минуттың ішінде үйде ресторанның тамағын дайындадым. Бұл дегеніңіз оңай. Етті турап алып, кішкене ғана қуырып сковородқа, үстінен су құйып, былқылдатып пісіріп қоясыз. Ол аралықта можно мен сияқты магазинге жүгіріп барып картошка сатып әкелуге. Зелендер үйде постоянно тұрады. Зелендермен қойып, әдемілеп сәндеп, тамақ дайындай салуға, қыздар. Бәрі өз қолымызда. Қараңызшы, менің етім деген қандай тәбет ашатындай болып пісіп жатыр. Соуспен прямо ет пісті-ау деген кезде лукты ірі-ірі етіп турап жібересіз де. Қараңызшы, чесноктың стручковой палочкасын салдым. Әдемілеп қайнап болғаннан кейін все, қазан кебаб, маринадтап отыруға уақыт жоқ. Тез пісірудің жолын сізге айттым.